Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай дәмді болып шығатын карамельный пирогтың рецептісін ұсынамын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен електен өткізілген ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасында тұрған сармайымызды алып, жақсылап үгітетін боламыз. Яғни үгітілмелі қамыр дайындаймыз. Оның үстіне 1 жұмыртқа және секерімізді салып, 1 келкі болғанша қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз мінекей бірігіп жатыр, шамалы қаттылау секілді болып көрінеді, бірақ та одан қорықпаңыздар. Осылай барлығын жинап болғаннан кейін целлофан пакетімізге салып 15-20 минут холодильникке қалдырсаңыздар болады. Қамырымыз дайын болғанша біз салмасына кірісетін боламыз. Яғни 1 банка сгущенканы алып, оның үстіне жұмыртқамызды шағамыз. 3 жұмыртқа пайдаландым бұл жерде мен. Жұмыртқа мен сгущенкамызды жақсылап араластырып аламыз. 1 келкі болғанша. Мінекей жақсылап араласты. Ендігі кезекте үстіне 250 грамм сливкимізді құямыз. Бұл жерде сливкидің орнына қаймақ пайдалансаңыздар да болады, 20%. Мен сливки пайдаланып жатырмын. Барлығын жақсылап 1 келкі араластырып дайындап аламыз. Бұл пирог өте дәмді болып шығады, жасап көруге кеңес беремін. Холодильникте тұрған қамырымызды алып, енді формамызға жаятын боламыз. Форманың диаметрі менде 26. Шетіндегі бортиктерін де шығарамыз. Дайын болған салманы үстіне құйып, қызып тұрған пешімізде пісіріп алатын боламыз. Шеттерін осындай шанышқының көмегімен тегістеп алсаңыздар да болады. 150 градуста 30-35 минут пісіреміз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Енді толықтай суығанын күтетін боламыз. Содан кейін ғана формамыздан шешеміз. Әсемдік үшін шеттеріне осындай сахарный пудра сеуіп жатырмын. Егер қаласаңыздар, жеміс-жидектермен де әсемдеуге болады. Бұл пирог өте қазір сұранысқа ие пирогтардың бірі. Дәмі де бір жасағаннан керемет болып шығады. Сіздерге қазір кесіп көрсетейін. Өте жұмсақ әрі нәзік болып шығатын пирогты сіз де жасап, отбасы мүшелеріңізді қуантыңыздар. Өте дәмді карамельді пирогтың иісі де дәмі де керемет сезіліп тұратын пирог. Достар, егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де төменде поделиться бөлімін басып, өз достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.